Шымкент. Мұнда құрылыс қарқынды жүріп, қаланың болашағы қалыптасып жатыр. Шымкенттегі ең қызықты өндіріс орындары мен ірі жобалар туралы жаңа шығарылымдар сериясын бастаймыз. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off again. Вы тоже хотите, да, нырнуть? Нырнуть? Хотелось бы, да. Айдос, ассалаумалейкум. Алейкум ассалам, қош келдіңіздер. Бүгін біздің алюминий заводымызға. Алюминий заводтың атауы Химмель алюминиум систем деп аталады. Осы жылы бастадыңыз жұмысты, Осы жылы завод іске қосылды. Заводымыз қала күніне, Шымкенттің қала күніне орай әкімнің қатысуымен заводымыз ашылған болатын. 3 цехтан тұрады. Біріншісі балқыту цехы, екіншісі экструзия, үшіншісі бояу цехы. Қазір мен сізді бірінші этап, бірінші кезең балқыту цехымен таныстырамын. Жақсы, кеттік. Енді алюминиевый заводтың профилі болғандықтан, қай жақтың алюминийді қайдан әкелесіздер? Шикізат бізде өзіміздің Қазақстанда өндіріледі. Қазақстанда, Павлодар қаласында электролизный завод бар. Сол жерде 99-да 8%, 99-да 9% таза алюминий күршелерін сол жерден алып келеміз. Көрсек бола ма? Иә, көрсеңіз болады, жүріңіздер как раз. Жақсы. Бірінші цехты түсіндірсек. Алюминий негізі көп мемлекеттерде бола бермейді ғой. Қазақстанда, одан кейін Таджикстанда бар. Бізге жақын мемлекеттер Ресейде бар. Ниха. Біздің Қытай ұстамыз. Таза алюминиевый слитки, бана күршелеріміз міне осындай күйде келеді. Мына бір поддонда 1 тонна алюминий мына жерде жазылған. 1 тонна. Весі, явно? А7 деп аталады, бұл марка таза алюминий. Осындай күйде келеді. Бұлар контейнермен келеді бізге. Павлодар қаласынан. Бұл жерде таза, мынаның құрмамында не? Бұл жерде де тура сол құрам. Таза алюминий. Бұны таза первичный материал ретінде қоса берсе болады. Жалпы заводымызда 2 балқыту пеші бар, 8 тонналық. Яғни бір құйған кезде 8 тонна алюминийді құя аламыз. Пештің температурасы қанша градустар? Жалпы алюминийдің балқыту температурасы 700 градус. Бұл пеш 1080-1100 градусқа дейін қызады. Мынандай этап болып жатыр. Алюминий қызған кезде, 1000 градусқа қызған кезде бізде салынатын возвратный материалдар болады, краскасы болады, соның бәрі шлакқа айналады. Сол шлактан тазартып жатыр. Азот бар, азоты баллончиктер. Соның ішіне өзінің химиясы бар. Соны салады да араластырған кезде ішіндегі шлакты бөліп шығарады. Бұның іші бетонмен, одан кейін арнайы кірпіштермен қаланған. Бір қыздырғаннан кейін тоқтай ма? Қанша уақыт жанып тұрады пештеріңіз? Тоқтатасыздар ма? Енді ол датчикке байланысты ғой. Датчик егер температура түскенін байқаса, газды қосады автоматты түрде. 1080 градусқа дейін көтеру үшін пешті қанша уақыт кетеді? Енді технологтың тапсырысы бойынша, егер алюминиевый цилиндрический слитки шығару керек болса, біз пешті 1 күн алдын дайындаймыз. 1 күн алдын дайындаймыз, қосамыз, ақырын пештің температурасын көтереміз. Өйткені бірден температураны көтерсек, пешке зақым келеді. Сол себепті оның өзінің технологиясы бар. 1 сағатта өзінің определенный бағанағы температураға көтерілу керек. Өйткені бұл пешті жаңадан орнатқан кезде бұл пеш 90 күн кептірілген. Ішін кірпішпен қалайсыз ғой? Сол кезде сіз 90 күн қыздырасыз бұны. 90 күн бойы газды өшірмей, күніне сағат сайын 10 градусқа көтеріп, сөйтіп ақырындап, жайлап температураны көтеріп, пешті кептіресіз, иә? Сонда қандай материалдан дедіңіз? Ішінде гипспен қаланған? Ішінде цемент, кәдімгі бетон, өзінің енді маркасы бар енді оны бір детально. Одан кейін өзінің қыш кірпіштер дейміз ба? Кірпіштер, өзінің арнайы кірпіштермен қаланған. Сосын тағыда қандай металл ма барлығы? Бұл сырты, ортасы бағанағыдай огнеупорный, сіз айтпақшы бетонның бергі жағында, бетон мен темірдің бер жағында огнеупорный бағанағы вата дейді ғой. Мемплита, иә? Мақта сияқты сондаймен қапталған. Бер жағы қара темір, екеу. 2 пеш 8 тонналық, бір құйған кезде 8 тонна құяды. 2 пештікі тек қана көп өнім алуда емес, бұл жерде сапалы өнім алуға да кәдімгідей әсер етеді. Например, сіз бірінші пешіңізде балқытасыз, анализ аласыз, соған қарай екінші пешке лақтырып, керекті
бағанағы сізге керекті магний бар қосылатын. Соларды екінші пештен уже рецептурасын дұрыстай бересіз. Уақыт үнемдеу. Бірінші пеште ерте бересіз, екінші пеште сплав дайындай бересіз, құйма дайындай бересіз. Бір пештен екі пеш, екеуі жалған тұр бір-біріне. Сол үшін екі пеш болған өндіріске ыңғайлы, иә? Эффективно. Егер сізде мына жерде анализіңіз дұрыс болмай қалса, сіз 8 тоннаны төгіп тастай алмайсыз. 8 тоннаны реттеу үшін сіз көп сырье жұмсап қоюыңыз мүмкін. Дұрыс. Мына пеш қай елінде шыққан, қолдан жасалған ба, қалай? Бұл итальяндардың системасымен Қытайда жасалған. Бірақ бұл пеш бастапқыдан бастап осы жерде құрастырылады. Бұның бәрі темір болып келеді. Осы жерде өзіміздің қазақ азаматтар осылай Қытай азаматы жүріп, осының бәрін құрастырған осы жерде. Бірінші күннен бастағаннан бері пешпен ремонт жұмыстары ма, сондай бір нәрселер болды ма екен? Пеште ремонт жұмыстары болған жоқ. Енді ол бағана расходниктер дейді ғой. Расходниктер ауыстырып тұрады. Жаңағы біз көрген басында Қытай маманы сол осы пештерді қарап отырады ма? Осы пешті жүргізетін бағанағы қалай айтады? Обучающий персонал. Үйретеді. То есть үйрететін адамымыз осы пешті. Ол кісі өзі белгілі бір уақытта келген біздің балаларды үйретуге. Қазір көріп отқандай, ол кісі дистанционно өзіміздің балалар, өзіміздің заводтың жұмыскерлері істеп жатыр. Өндіретін компанияның представительдері, техсервис сондай сияқты. Мына пештің қасына бізге бару болмайды. Мына жақта температуралар өте биік. Былай жүре берсек болады. Қазір төңкеріп жатқан жоқ қой. Жалпы алюминий дайын болған кезде мына пештің салмағы 60 тонна шығады. Осы 60 тонналық пеш көтеріледі. Гидравлический. Мынау көтеріле ма? Көтеріледі пеш, аударылады. Осы мынау асбест дейді ғой, мынау. Осы арықпен алюминийіміз барып, осы арықтар арқылы келеді. Керамический мынандай фильтр дайындап қойған міне. Осы фильтр арқылы алюминий өтеді. Өте ма осыдан арқылы? Осыдан өтіп, мына жерден шығады. Алюминийдің құрамында бағанағы шлак отделяющий химияны қосқаннан кейінгі қалып қалған майда бір бөгде заттар болса, осы керамический фильтрді ұстап қалады. Мысалға осындай, да? Мысалға осындай заттар ұнтақ, мусор ма, солар ұстап қалады да, мұнда таза алюминий. Таза алюминий кетеді. Мына жерде келіп, бұл 8 метрлік құбыр дейміз ба, не дейміз бұл? 8 метрлік колодец. Осы жерге келіп, 38 ячейка бар. Солардан алюминий ағып түседі. Әрқайсысы астына құбыр ретінде 6 метрге ма қанша? 8 метрге? 6 метр. Енді заказға байланысты. Алюминий төгіліп, мына сумен суытылып тұрады. Дальше уже ары қарай өзі естественный бағанағы. Төгіліп, басына кетеді. Сосын мына жақта охлаждение болып бітеді. Охлаждение болады. Охлаждение қалай? Не арқылы? Су арқылы. Астында су бар. Кранды ашқан кезде су циркуляция болады. Өйткені заводымыздың артында 10 000 кубқа арналған бассейн бар. Сол бассейн арқылы суытылады. Кейін дайын болған кезде кассеталар, мынау кассета көтеріледі. Дайын цилиндр слиткалар. Дайын цилиндрлар шығады, иә? Екі бастары андай болады ғой енді. Осы жерде кесіп тастаймыз. Түзулеп. Технологияға атауы, официальный атауы алюминиевые цилиндрические слитки. Сол жаңағы айтқан ана құдықтың ішінде осы цилиндрлар суытылып, шығып, ана линияда басы мен аяғы кесіліп, осы жаққа келеді. Осы жаққа келеді. 10 тонналық кран балкалар орналасқан, сол 10 тонналық кран балкы бағанағы құдықтан шығарады. Енді келесі этап бізде гомогенизация. Ол не үшін керек? Бағана құбырға алюминий түскен кезде, оның сырты бірінші суиды, іші уақыт өткеннен кейін суиды. То есть кристалдық торлар біркелкі болмайды. Ол дегеніміз біз келесі производство этап бар ғой, престе. Прессімізге зиян, ол жерде қолданатын матрицамызға зиян болады. Сол себепті цилиндрлерді қайттан қыздырамыз 550 градуста. Одан кейін сағат сайын 200 градусқа түсіреміз. Общий бұл процесс 5-8 сағат уақыт алады. Егер қатты болып кетсе, или жұмсақ болып кетсе, оның нелер өзгереді. Жұмыс істеу режимдары өзгереді. Ар жақта суығанда, жаңағы сіз айтқандай, біркелкі суыған жоқ. Біркелкі. Сырты су кетіп отқан жер бірінші суыды, іші кейін суыды. Сол үшін оның составы, құрамы, мысалы, кесіп ашып қарасақ, уже кристалдары кристальный решеткалар
біркелкі Сол емес. үшін сіз қайтып оны қыздырып, ақырын суытасыздар. технологиямен ақырын суытамыз, иә. Бәрі біркелкі болу үшін. Біркелкі болу үшін. Алюминий цилиндр слиткиларымыз осының ішіне жиналады. Жиналғаннан кейін бұл автоматты түрде өзі кіргізіп, бірінші пешке қыздырып, бірінші пеште қыздырып, одан кейін көтеріп алып, екінші суытуға кіргізеді. Суыту камерасына. Иә, суыту камерасына кіргізеді. Сонда ол мынада бірінші қыздырып алып, сосын барып мына камерада 100 градусқа суытады, сосын барып тағы да пешке кіре ма? Жоқ, 550 градуста осы жерде суиды. Кейін 550 градуста осының ішіне кіреді да, әр 2 сағатта 200 градусқа температураны баяу түсіреді. Гомогенизацияда суыту екі түрлі жолмен суытылады. Біріншісі ауамен. Егер баяу суыту керек болса, бағанағы бірден шок бермеу керек болса, ауамен суытамыз. Егер тез суыту керек болса, бізде су арқылы суиды. Сумен, да? Иә. Су ол қалай беріледі? Ол распыление. Суды шашу арқылы іштен алып. Шымкенттің тапчандарында сияқты, иә? Распылять етіп тұрады су, иә? Иә, тура солай. Суықтар. Үстінен де, жандарынан да. Осы заводта, осы корпуста десек, қанша адам жұмыс істейді негізі? Көріп тұрғанда көп адам емес негізі. Жоқ, көп адам емес. Бір оператор және оның 4 көмекшісі жұмыс. Бір сменада? Иә, бір сменада. 5 адам жұмыс жасайды. Көбінесе барлығы автоматтандырылған, иә, бүкіл процесс, иә? Өйткені адамның қатысуынсыз істелмейді әрине, бірақ көп жері автоматтандырылған. Назар аударып қарасаңыз, бізде екі түрлі цилиндр бар, екі түрлі өлшемде. Біріншісі ол үлкен 178 миллиметрлік цилиндр, ол үлкен пресстерге, яғни үлкен өнімдерге арналған. 200-лік бағанағы фасадтар, ригельдер болады ғой. Андай уже широкий формат десек, иә? Одан кейін екіншісі 127 миллиметр диаметрі, бұл кішкене пресске арналған. Бұл уже бағанағы есік терезе профильдерін осылармен шығады. Павлодар заводында мысалы олар алдын ала осындай цилиндрлар шығара алмай ма? Жоқ, ол кісілер бұмен айналыспайды. Олар тек қана осы күрішемен. Олар нені өңдейді, алюминийді, электролизді шығарады. Енді 100% бұндай шығармайды деп айтпай қойын. Бірақ шығаратын болса, дайын өнімді алған жақсы ғой. Келесі цех бізде пресс цехы, ол цехты менің әріптесім, осы цехтың бастығы Нұрсейіт таныстырып берсе. Ассаламалейкум. Алейкум ассалам, қош келдіңіздер. Аға, сіз осы цехтың бастығысыз, иә, осы цех? Пресс аппарат цехы. Бұл жерде бізде профиль өңделуде жұмыстар. Мынау аппарат подача. Біздің балвашкаларымыз келіп салынады. Осы алюминий балвашкалар. Осыдан подача беріліп, мынадан пешке қарай. Мынау біздің пешіміз, осының ішінен полный рост шығады. Газбен істейді, иә, мынау? Иә, 500 градуста бұны қыздырып, дайындап қояды, жұмсартып. Келесі кезекте мынақтан подача беріледі. Біз өзімізге қай матрица, қай материал шығады, соған қарап размері қойылады. Размерімен кесіп, ары қарай подача міне. Ішіне түсті да пресс аппаратына кірді, иә? Мына пресс аппарат деген осы, пресс 1100 килограммен қысады. Мынау контейнер. Контейнердің өзінің 460 градус ыстығы бар. Балвашкамыз суық қалмау үшін да бұл. Жаңағы пресстен шыққан алюминий осы да. Жаңағы пресстің басындағы насадкасын ауыстырып, әртүрлі профильдер, әртүрлі рамалар барлығы осыдан шығады, иә? Иә, осыдан. Бұл да матрица делінеді. Ол матрица жаңағы. Матрица делінеді. Z-ке, L-ке, T-шке қай форма керек бізге? Осыдан алып, осыда қыздырып отырамыз. Қажетті өзімізге температура 500 градус болу керек. Қыздырып, баса береміз. Келесі кезекте бізде суытып, басын созамыз. Қисық, кішігірім миотиналар болса тартылады. Тартылғанда өз қалып орнына келеді. Қанша метрге дейін шығады сонда? 18-19 метрге дейін шығады запасымен. Оконный рамалар ма? Иә, оконный рамалар. Бұлар холодный серия. Холодный серия дегеніміз? Бұл витраж, терезе, форматты терезелер болады. Магазиндерге, есіктерге қойылады, жиналады. Сол себепті осы холодный алюминиевый серия дейді. Пластикке болмаған жағдайда, пластик көтер алмайды, майысып кетеді деген жағдайда осы алюминнен қойылады. Бұның және де теплый сериясы бар. Жаңағыдай 3 метрден, 2,5 метрден жоғары болған жағдайда сол теплый сериямен жиналады. Осының бәрін қалай тексересіздер, ол бірақ болған? Бірақ болған өзі освещение жарық бар, аппараттары бар, қойып, көріп тексеріп аламыз.
бұл өз қалпына, өз свойствосын қалыптасу үшін пеш старенияға кіргіземіз. 180 градуста 7 сағат тұрады. 2 сағат бойы 180 градусқа жетіп алады. Сонан 5 сағат соның ішінде қыздырылып тұрады. Солнечный панельдің держательдері, алюминнен түскен заттың бәрін жасаймыз ғой. В общем, алюминийден не керек? Тек қана профиль емес, мысалға керек заттар болатын болса, соларды шығаруға болады, иә? Бір сменаға қанша метр погонный ма, тоннамен есептейсіздер ма? Тоннамен есептейміз ғой. 2 тонна бір сменаға, да? Заявка түскен көп болғанса 2 смен бөлеміз. 2 смен жасайды. Линия тоқтай ма или тоқтамай жұмыс? Жоқ, тоқтамай жұмыс істеп отырады. Міне екіншісін құрастырып жатыр. Екінші линия дәл осында, екінші линия салайын. Уже үлкен көлемдегілі 7 инч деген аппарат болады бұл. Жаңа бізге мысалы мынау 110-нан төмен қарай баса, бұл 110-нан жоғары қарай басады. Арғата бізде цех покраска. Покраскаға ол жақта өзінің маманы бар. Сол кісімен. Рахмет сізге. Жақсы, сіздерге де рахмет. Өте қызықты болды. Біраз нәрсені көрдік, үйрендік. Іске сәт. Рахмет. Матрицаларыңыз сынбасын, айнымасын, алюминий линиясы тоқтамасын, профильдеріңіз қартая берсін. Старениясы жақсы. Айтқаныңыз келсін. Жақсы, рахмет. Егер алюминийдің беті дұрыс жуылмаса, дұрыс қапталмаса, бір айдан кейін бетіндегі бағанағы краскасы түсіп қалуы мүмкін. Соны болдырмас үшін біз әрдайым өзіміздің суымыздың құрамын, оның құрамындағы химиямыздың концентрациясын тексеріп отырамыз. Тексерістердің этаптары өте көп. Алюминийді аламыз, бетінен бағанағы өзіміздің удармен ұрған кездегі красканың көшіп кетпеуін шытынамау керек, өзінің допусктары бар. Одан кейін бетін арнайы құрылғы арқылы сырып көреміз, қандай күш берген кезде бетіндегі алюминийдегі краскамыз кетеді. Одан кейін бана білесіздер ғой, мәшіне алған кезде қазір бәрі толщиномермен жүреді ғой, қалыңдығын өлшейтін. 0,6 микрон, 60 микроннан кем болмау керек алюминийдің бетіндегі красканың қалыңдығы. Сонда сіз әр партияны тексересіз? Әр партияны? Бір партия 40 минутама 40-60 минут арасында конвейерден шығады боялы. Бұл жерде алюминийдің құрамы тексеріледі. Біз алған алюминийімізді бағанағы ожауы бар. 1000 градусқа келген кезде өзінің осы алюминийді 1000 градуста ожауымен құйып, бірден суытып, осы спектральный анализ жүргіземіз. Мынау біздің спектрометріміз. Осы алюминийдің құрамындағы бүкіл составты осы бізге жазып береді. Мына жерде тұр: силициум, феррум, купрум, магнезиум, магний, хром құрамындағы бүкіл элементтерді. Бұл ГОСТ бойынша қадағалаймыз. ГОСТта өзінің допусктары бар. Допускқа келмейтін болса, ары қаратай уже химияларымызды қосып, составты келтіреміз. Профильдарға мысалы өте маңызды құрамында басқа металдардың көп болмауына. Профильдар үшін 60-63 деген сплав, құйма. ГОСТ бойынша профильдерге сол сплав біз жасаймыз. Заводтың іші өте таза екен, иә? Ешқандай бөгде заттар, ешқандай мусор дейтін. Назар аударсаңыз, бізде бұл осы цехта пресс цехымен не жоқ. Қалай айтады? Бір-біріне өтпейді, ешқандай шаң. Өйткені алюминий өте қымбат зат болғаннан кейін, оның краскаланып сатылатын алюминий одан да қымбат. Сол себепті бұл жерде түтінге, шаңға, осы цехтың тазалығына өте қатты мән берген дұрыс. Өйткені бетіне кішкентай шаң отырса, кішкентай күйе отырса, ол процесте көрініп қалуы мүмкін, процесте құртуы мүмкін. Сол себепті бұл цех мынандай ювелирный дейміз ғой, сондай кішкене. Неміс химиясын қолданамыз. Неміс химиясы? Бағанағы моющий дедік, мыльный раствор, одан кейін конверсионный покрытие, оның бәрі неміс өнімдері. Бояудағы ең бірінші этап, ол біз осындай нержавеющий дейді ғой, корзиналар, тек қана осындай корзиналар болу керек. Суға тек қана осындайлар салынады. Ол да маңызды, иә? Ол да өте маңызды. Европа елдерінен келген сондай заңдылық десе болады. Осындай корзиналарға салынады, арасынан
су бәрін жанап өту үшін арасына бағанағы өзінің спейсерлары бар, солар салынады. Бояу цехының бірінші этабы бұл бірінші жуудан басталады. Химическая обработка. Бізде 7 бағана ваннамыз бар. Біріншісінде жай су, екіншісінде мыльный раствор, үшіншісінде концентрациясы көбейтілген мыльный раствор бағанағы. Бағанағы сіз айтқан химиялар, өзінің мөлшерінде салынады. Үшіншісі қайтадан су, одан кейін бағана конверсионный покрытие сол жабысады. Қалған екеуі бұл объем көп кезде үлгеру үшін. Өйткені өзінің тұру уақыты бар. 30 минут, 40 минуттай тұру керек. Келесі этап ваннадан шығады ғой, су болып шығады. Ваннадан шығады. Су болып шыққан профильді осындай кептіргіш камерада 100 градуста 1 сағат 40 минутта кептіреміз. Жаңағы нержавеющий, жаңағы сол үшін керек, өйткені ол судың ішіне кіреді. Суға кіреді, өзінің бағана окислениясын қалдырмас үшін ешқай жерде. Мынау бізде фильтр өте тонкая очистка дейді ғой. Фильтр біздің суымыздың бәрі осы фильтр арқылы өтіп ванналарға толады. Сол жаңағы суды мына фильтрмен тазалап отырасыздар, әрдайым. Оның да өте маңызды болып тұр ғой, сонда судың осмос фильтр деп аталады. Составы қалай болады екен, химиясы? Минералдар аз болу керек құрамында. Сол себепті осы фильтр арқылы сулар өтеді. Осы камераның ішінде бояу жүреді. Бункерге керекті краскамыз ақ болса ақ, қоңыр болса қоңыр краскамыз толтырылады. Осы жерден мынау бізде краска, ақ краскамыз мына ақ краска. Мына форсункалар түсіп тартып алынады. Арғаратай пистолеттерге кетеді. Бізде пистолеттеріміз мировой бренд, номер 1 десек болады. Швейцариялық гема пистолеттері орнатылған біздің оборудованияда. Покраскада, Покраскада. Осы пистолеттер арқылы боялады. Конвейер арқылы алюминий келеді. Мына пистолеттер төмен жоғары түсу арқылы, краскілерді шашу арқылы боялады. Бояудан шыққан біздің профильдеріміз осы 50 метрлік печ полимеризация дейді. Шукада қоямыз өзіміз. Осы жерде 200 градуста 50 метрлік пештің ішінен өтеді. Осы камераның ішінде жаңағы ыстық ауа желмен беріліп тұрады, Басында байқасаңыз, басында, ортасында, аяқ жағында айналып тұрған лопастар бар. Міне осы біздің дайын профильдер, Бұл профильдер бұйыртса экспортқа кетеді. Қырғызстан мемлекетіне тапсырыс бойынша 90-16 ақ түсті ралдағы профильдеріміз. Алюминий профильдер. Қазіргі кезде ПВХ профильдерден көрі алюминий профильдер кішкене көп қолданып жатыр, Тенденция соған кеп жатыр. Суық өңірлерге алюминийді салу үшін өте қымбат алюминий алу керек. Ол жерге тиімді емес. Бірақ Қазақстанның оңтүстік бөлігіне алюминий өте қолайлы. Өйткені терезе есікте пластикке тән қасиет, ол ыстықты ұнатпайды, майысып кетеді. Қыста сынуы мүмкін. Сол себепті алюминийді бір қоясыз, сонымен ұмытасыз. Біздің 2 бренд бар бізде. Біріншісі Himmel алюминиум систем, екіншісі эконом серия. Бұл жерде көріп отқандай термобарьер жоқ. Бұл Aldox деп, холодная серия деп аталады. Межкомнатный, перегородочный, потом бағана болады ғой, кішігірім офистарда, кішігірім магазиндерде, бұл суықты бірден өткізеді. Мынау уже біздің премиум сегмент 75-ші сериядағы алюминий профиль. Сонда Айдос, осы 75-ші профиль полиамидті термобарьермен сіздің ең үздік продукцияңыз деп айтса болады осы заводтың, Бірақ біз бұмен тоқталып қалмаймыз. Әлі де системалар сызылып жатыр. Енді нарықтың сұранысына байланысты біз тек қана бұл Химмельмен ғана тоқталып қалмаймыз. Бұл өзіміздің сериямыз. Біздің завод, мысалы, басқа да разработчик системы компаниялар бар болса, өздерінің сызба нұсқаларын беретін болса, біз сол сызба нұсқалармен профильдерді жасап бере аламыз. Алюминий саласы өте көп салалы. Сол себепті біз тек қана терезеден тоқталып қалмаймыз. Кешегі аспан заводында орнатылған солнечный батареяның ұстап тұрған
астындағы нелер. Алюминийін де біз шығарамыз. Иә, өзіміздің заводымызда Алюминийдің несі шығару материалдары саласы көп десе болады. өте көп. Қолданыс. Жаңағы Сызбалар болса, проект болса, не керек екен болса. Оборудованиеңізге тура келсе размері, біз шығара береміз. Сіздің екінші цехыңыздағы экструдердің басындағы матрицасын ауыстырып, кез келген өнімді шығаруға болады десе болады. Иә, бізге сызба нұсқасын береді. Бір апта ол матрица, бұл жердегі матрицалар өте тез дайындалады. Пластикке қарағанда өте тез, бір аптаның ішінде дайындалады. Барьерларды осы пресс арқылы бір-біріне жабыстырамыз. Орнатылады. Бұл жерде де өте дәлдікпен орнату керек. Дұрыс орнатпасаңыз, бағанағыдай өлшемдері кетіп қалады. 75 емес, 74 шығып кетуі мүмкін. Мына полиамид термобарьер, ол қай елдің өнімі, осы жақта шығарыла ма? Бұл Қазақстанда да шығаратын заводтар бар, бірақ олардың тәжірибелері әлі бұндай деңгейге жеткен жоқ. Бірақ болашақта шығарайын деп жатыр. Болашақта біле жатарсыздар қай компания екенін. Бұл термобарьерлар қазір бізден немістерден, қытайлардан келіп жатыр. Көріп тұрғанда мұның термобарьердің ішінде де камералар бар. Бұл да кешегі Аспан компаниясындағы камераларға байланысты дыбыс оқшаулау, суық оқшау, жылы соған байланысты бұл 75-ші серияда осындай камералармен. 65-ші серияда бұндай камера жоқ. 75-те осындай камералар. Осы 75-ші серия сонда бизнес, премиум класты үйлерде, ғимараттарда қолданады десе болады, е? Әрине. Көбінесе қандай компаниялар қазіргі таңда қолданып жатыр? Біздің отандық құрылыс компаниялары қолданып жатыр ма? Отандық құрылыс компания Отаустрой, Отау групп компаниясы бүкіл бағанағы енді ғимараттар, жилой комплекстар, үйлер, бірінші этаждың бәрі қазір не ғой? Коммерческий зданиялар ғой, коммерческий зданиялардың бәріне алюминий қолданылады. Бағанағы бірінші этаждардың бәрі осы химия алюминиймен жабылып жатыр Отаустройда. Алюминий шығаратын заводтар көп, сол себепті енді жақсы баға, тиімді баға, жақсы сапа, уақытылы өнімді беруге болашақта тырысатын. Қазір ең бастысы сол. Басынан аяғына дейін өтіп шықтық. 4 цехты да көрдік, Айдос. Рахмет сізге үлкен. Алюминийден, ең басындағы слиткалардан дейік қой? Басында келген, Павлодардан келген слиткалардың ең басын қалай олар құйылып, ертіліп, цилиндрға айналып, суытылып, өзінің процестері бар, гомогенизация дегендей. Сосын ары қаратай экструдермен, жаңағы пресспен итеріліп, печь-старениемен өтіп, в общем, мына жақта жаңағы обработка, очистка, покраска полностью келіп, мына жақта ең соңғы этапында термобарьерлары орнатылып, упаковкамен, пленкамен дайын продукция шығады екен. Өте қызықты болды, Айдос. Завод деген осы жылы ашылдыңыздар, е? Осы жылы қала әкімінің қолдауымен Шымкент қала күнінің қарсаңында осы заводты келіп ашқан болатын. Қанша ай болды? Жұмыс істеп жатқанымызға жылдың басынан наурыз айынан бастап жұмыс істеп жатырмыз, бірақ ресми ашылуы осы жақында болды. Енді көріп тұрғанда жаңағыдай екінші линияңыз ашылып жатыр, үлкен пресстер, құдай қаласа үлкен объемдарға, үлкен профильдарға шығайын деп жатсыздар. Сәттілік, сіздің продукцияңызды тек бүкіл жерден көре берейік, ести берейік. Жақсы, Айдос. Рахмет сізге. Ал сіздермен болған YouTube канал Железобетонна. Железобетонна осы химия заводынан мықты, сапалы, берік профильдер шығатынына біз бүгін куә болдық. Барлықтарыңызға рахмет. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah.